Қайырлы күн, 11 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Франклин Делано Рузвельт және оның жаңа бағыты деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге бейбіт және соғыс кезеңдегі Франклин Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтаймыз. Мемлекет тарихындағы тұлғаның рөліне баға беретін боламыз. Алдымен тақырыпқа қатысты бейне үзіндіні зейін қойып көрейік. 24 октября 1929 года на Уолл-стрит в Нью-Йорке с раннего утра стали собираться люди. От дорогих авто было тесно. Толпы акционеров окружили здание биржи. Тишина повисла в воздухе. В 10 часов утра толпа снесла двери. Удар гонга заглушили шум и крики. Торги начались. В зале нарастала паника. Акции на глазах превращались в бесценок. Телетайп не успевал отбивать новости. За 5 часов торгов убытки составили десятки миллионов долларов. Это был крах. Никогда церковь Святой Троицы по соседству с биржей не видела такого количества молящихся брокеров. Но вечером того же дня в американских домах по-прежнему мирно горел свет, играло радио, семьи садились ужинать. Большая страна еще не знала, что день, который она прожила, позже назовут «черным вторником» и сравнят по трагичности последствий с убийством Цезаря и битвой при Ватерлоо. На Америку надвигался смерч, ураган, но она не видела ни близкой катастрофы, ни бед, которые она за собой уже несла. Так, в октябре 1929 года начался тяжелейший мировой экономический кризис 20 века, который вошел в историю под именем Великая депрессия. Великая депрессия 1929 года разрушила благополучие не только США, но и многих стран мира. Будто специально мир уже придумал фотоаппарат и кинокамеру. Великая депрессия и сегодня остается единственным мировым экономическим кризисом, столь скрупулезно зафиксированным на фото и кинопленке. Миллионы людей были ввергнуты в ужас разорения, голода, безденежья, бездомности. Их жизнь изменилась навсегда. Есть известные примеры. Вот Курт Воннегут, будущий классик американской литературы. В 29-м ему 7 лет. Его отец, известный архитектор, через год потеряет все состояние. Аве Гарднер, будущей звезде Голливуда, тоже 7. Она из семьи фермеров, которой кризис несет полное разорение. У 3-летней Нормы Джин, будущей Мэрилин Монро, мать окажется в психлечебнице. А этот мальчик, вот этот справа, юный Джон Кеннеди. Впрочем, его отец на депрессии лишь разбогатеет. Назад Америка не была ни сверхдержавой, ни держателем главной мировой валюты, ни разводящим игроком на европейском континенте. Америка была в долгах. До Первой мировой войны она задолжала Европе почти 5 миллиардов долларов, $500 billion сегодняшних. Но война изменила все. Америка продавала Европе оружие и давала деньги в кредит. Штаты стали главным международным ростовщиком. Европа платила военные долги золотом. Страна богатела и расцветала. Доллар уже готов был потеснить главную мировую валюту – британский фунт. Открыть бизнес в Америке многие считали большой удачей. И время изменилось. Будто повернув тумблер на радиоприемнике, Америка поймала новую волну. Пришло время новых скоростей и новых звуков. Ревущие 20-е, так назовут эти годы. Машины, телефоны, граммофоны, кинокамеры – все можно купить, были бы деньги. На заводах Форда конвейеры работают без остановки. Редкая семья не имеет автомобиля. Почти любой. Банки раздают деньги, заманивают кредитами. Под залог жилья, под землю. Не страшно. Все ведь надежно и вечно. Постепенно экономику наполняют не деньги, а векселя и долговые расписки. В биржевую лихорадку втянуты миллионы людей. От заводчика до обычного клерка. Играть на курсе акций модно. Появляется особый тип людей.
новые богатые. Виртуальные деньги, спекуляции, финансовые пирамиды – все это уже придумано и работает. В апреле 1929 года владельцы крупнейших банков США, предчувствуя катастрофу, срочно выводят свои деньги с фондового рынка и переводят их в золото. Но и это не вызывает тревоги. Ждать остается недолго. Через полгода настает черный вторник. Обвал на бирже в октябре 1929 года поначалу вызывает ликование масс. Справедливость торжествует, алчность наказана. Но к декабрю настроение меняется. В офисах идут сокращения. Банки требуют возврата кредитов. Зарплату задерживают. Президент Герберт Гувер уже вставляет изредка в свои речи слово «депрессия». Оно кажется ему менее мрачным, чем слово «кризис». Но в первые месяцы кризиса правительство практически бездействует. Гувер уверен, что государство не должно вмешиваться в проблемы экономики. Рынок спасет себя сам себя вылечит и совершает роковую ошибку. Свыше миллиона семей лишились по закладным жилья и оказались на улице. Зарплаты упали в 2 раза. Без работы остался каждый 4-й. Люди не знали, что делать и каких бед еще ожидать. Нация заболевала. Имя президента Гувера склоняли на всех углах. Стихийные поселки для бездомных называли Гувер-виллями. Тележку для скромного скарба гуверовским автомобилем. Драную обувь гуверовскими штиблетами. В разных штатах начались бунты и митинги. Летом 1932-го в Вашингтон пришли ветераны Первой мировой. Пришли с женами и детьми, показывая мирный настрой своего марша. Они требовали выплаты положенных им ветеранских пособий в $1000. Очень большие деньги. Несколько недель в палаточном лагере они ждали встречи с президентом Гувером, а дождались танков. И это, напомним, происходит в столице. К утру лагерь ветеранов был сожжен армейскими частями. Гувер был занят предвыборной кампанией, но после расправы в Вашингтоне шансов переизбраться у него уже не было. 100 лет назад Америка была не похожа на ту, что мы знаем сейчас. И хотя почти половина угля в мире добывалась в Америке, половину мировой стали и чугуна получали в Америке, Америка была фермерской страной. Кормила хлебом и себя, и пол Европы. Люди жили здесь, потому что фермы их кормили. И 29-й год стал для них катастрофой. Фермы начали разоряться. Сначала банки перестали давать кредиты. Потом обесценился труд фермеров. Поля стояли неубранными, молоко выливали. Топить зерном стало выгоднее, чем везти его куда-то продавать. И в этой богатейшей стране начался голод. Они забирали семьи, детей и уходили в города. Тысячи хозяйств были брошены навсегда. К началу 1932 года страна оказалась над пропастью социального взрыва. Очереди, вот теперь ее лицо. Обратите внимание, клерки, а тоже стоят за бесплатным супом. Мэрии городов уже не в состоянии поддерживать порядок. По всей стране закрываются школы. Работников выбрасывают на улицу без каких-либо пособий. Франклин Делано Рузвельт 1882-1945 жылдардың аралығында өмір сүрген 20 ғасырдың бірінші жартысының әйгілі саясаткерлерінің бірі. ақш-тың 32-ші президенті. Туған жері ақш-тың Нью-Йорк штаты. Ауқатты кәсіпкер отбасында дүниеге келген. 1907 жылы Колумбия университетін заңгер мамандығы бойынша аяқтаған. 1907-1910 жылдары ірі заң мекемелерінде қызмет атқарды. 1910-1913 жылдары Нью-Йорк штатының сенаторы болып сайланды. 1913-1920 жылдары теңіз министрінің көмекшісі қызметін атқарып, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде әскер мен флоттың құрылымын өзгерту туралы ұсыныстармен ерекшеленді. 1921-1933 жылдары кәсіпкерлікпен айналысып, бірнеше фирманың директорлар кеңесіне енді.
1921 жылы полиомиелит ауруына ұшырап, өздігінен жүріп тұру мүмкіндігінен айырылды. Алайда тағдырдың ауыр сынағына қарамастан саясаткерлік жұмысын жалғастырды. 1928-1932 жылдар аралығында Нью-Йорк штатының губернаторы қызметін атқарды. Халық оны жақсы көріп, қысқаша ғана FDR деп атады. 1933 жылы ақш президенті болып сайланған Рузвельт әлемдік экономикалық дағдарыстан мемлекетті құтқаратын жаңа бағыт атты реформалық бағдарламасын ұсынды. Бағдарлама атауы Демократиялық партия мүшелері алдында жасаған баяндамасынан алынды. Келесі бағыттар бойынша күрделі шаралар қолға алынды. Бірінші, банк жүйесін тұрақтандыру. Банктер уақытша жабылып, олардың қаржылық жағдайы тексерілді. ақш алтын үлгісінен және доллардың девальвациясынан бас тартты. Халықтың банк салымдарын сақтандыру жүйесі енгізілді. Екінші, өнеркәсіпті қолдау. Өнеркәсіп орындарының жұмысын реттейтін заңдар қабылданды. Ең төменгі жалақы мен жұмыс уақытына қатысты нормалар енгізілді. Өндіріс көлемін үйлестіру шаралары қолға алынды. Үшінші, ауыл шаруашылығын қолдау. Фермерлерге мемлекеттік субсидиялар берілді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын көтеру үшін өндіріс көлемі реттелді. Төртінші, жұмыссыздықпен күрес. Мемлекеттік қоғамдық жұмыстар бағдарламалары ұйымдастырылды. Жолдар, көпірлер, мектептер және басқа инфрақұрылым нысандары салынды. Миллиондаған адам жұмысқа орналастырылды. Бесінші, әлеуметтік қорғау жүйесін құру. Қарттарға зейнетақы төлеу жүйесі енгізілді. Жұмыссыздарға көмек көрсету бағдарламалары қабылданды. Әлеуметтік сақтандыру туралы заң қабылданды. Алтыншы, электрлендіру және аймақтарды дамыту. Ауылдық жерлерді электрмен қамтамасыз ету кеңейтілді. Әртүрлі бөгеттер салынып, аймақтық даму жобалары жүзеге асырылды. Нәтижесінде жаңа бағыт бағдарламасы ақш экономикасының толық қалпына келтіру бірден қамтамасыз етпесе де, жұмыссыздықты азайтып, банк жүйесін нығайтты және мемлекеттің экономика мен әлеуметтік саладағы рөлін едәуір кеңейтті. 1936, 1940, 1944 жылдары Рузвельт ақштың президенті болып қайтадан сайланды. Рузвельттің сыртқы саясаты бастапқыда оқшаулану бағыты, кейін фашизмге қарсы күрес және одақтастарды қолдау болды. Бірінші, тату көршілік саясаты. 1933 жылы Рузвельт Латын Америкасы елдеріне қатысты бұрынғы әскери араласу саясатынан бас тартты. ақш басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау принципін жариялады. Мысалы, 1934 жылы ақш әскерлері Гаитиден шығарылды. Нәтижесінде Латын Америкасы елдерімен қарым-қатынас жақсарды. Екінші, кеңестер одағын ресми түрде мойындау. ақш 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін ұзақ уақыт кеңес одағын мойындамаған болатын. Ал 1933 жылы ақш пен кеңес одағы арасында дипломатиялық қатынас орнатылды. Мақсаты сауда байланыстарын кеңейту және Жапонияның қиыр шығыстағы ықпалына қарсы тұру еді. Үшінші, бейтараптық туралы заңдар. Еуропада соғыс қаупі күшейген кезде ақш конгресі бірнеше бейтараптық заңдарды қабылдады. ақш соғысушы мемлекеттерге қару-жарақ сатуға және несие беруге шектеу қойды. Мақсаты ақшты жаңа дүниежүзілік соғысқа тартпау болатын. Төртінші, кэш энд керри саясаты. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін ақш бейтараптықты сақтай отырып, одақтастарға көмек көрсете бастады. Мәселен, Ұлыбритания мен Франция ақштан қару-жарақты тек қолма-қол ақшаға сатып алып, өз кемелерімен тасымалдауға мүмкіндік алды. Бесінші, ленд-лиз бағдарламасы. Рузвельттің ең маңызды сыртқы саяси қадамдарының бірі. 1941 жылы наурызда қабылданған заң бойынша ақш соғысқа қарсы күресіп жатқан елдерге қару-жарақ, техника және азық-түлік берді. Көмек негізінен Ұлыбритания мен кеңестер одағына көрсетілді. Мәселен, КСР-ға мыңдаған ұшақ, танк және жүк көліктері жеткізілді. Алтыншы,
Атлант хартиясы. 1941 жылдың тамызында Рузвельт пен ағылшын премьер-министрі Уинстон Черчилль кездесті. Олар Атлант хартиясын қабылдап, соғыстан кейінгі әлемнің негізгі қағидаларын белгіледі. Құжат халықтардың өзін-өзі билеу құқығын және халықаралық ынтымақтастықты қолдады. 7. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысу. 1941 жылдың 7 желтоқсанында Жапония ақш-тың Перл-Харбор әскери базасына шабуыл жасады. 8 желтоқсанда ақш Жапонияға қарсы соғыс жариялады. Кейін Германия мен Италия ақшқа соғыс жариялады. Осылайша ақш екінші дүниежүзілік соғысқа толық қатысты. Қорытындыласақ, 1930-1940 жылдары Рузвельттің сыртқы саясаты бастапқыда оқшаулану, яғни изоляционизм бағытын ұстанса, екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және соғыс кезінде одақтастарды қолдау және фашизмге қарсы күрес саясатына көшті. Нәтижесінде ақш әлемдік жетекші державалардың біріне айналды. Тапсырма: бейне үзіндіні көріп, экрандағы мәтінді оқып, ақш-тың екінші дүниежүзілік соғыстағы сыртқы саясатына свод талдау жасаңыздар. Боже правый. Ну, опять учебная. Нас бомбят! Сейчас быстрее! Зараза! Кто там? Сейчас узнаю! Свяжись с машинным! Боже! По местам стоять! Доложить косовное! Тапсырма: бейне үзіндіні көріп, экрандағы мәтінді оқып, ақш-тың екінші дүниежүзілік соғыстағы сыртқы саясатына свод талдау жасаңыздар.
Үйге тапсырма. Франклин Делано Рузвельттің жаңа бағытын Пел стратегиясы арқылы талдаңыздар.